Қарақалпақстан Республикасы әзелден жері бай, топырағы хасыл, ауыл қожалығының барлық тарауларынан мол өнім жетістіріп кетірған аграр өлке. Республикамыз халқының басым көпшілігі ауылдық жерлерде жасайды. Әсіресе қаресізлік жылдар ішінде диқанларымыз бен шаруаларымыз минетте мол табыстарды қолға кіргізіп кетір. Сондықтан да еліміздің абаданшылығы үшін аянбай минет етіп отырған ауыл тұрғынлары президентіміз айтқанындай заманауи үлгідегі барлық қолайлықтарға ие, жергілікті ықылымға сай тұрақ жайлар һәм тұрмыс қызметін көрсетуші имараттар менен тәминленуі керек. Өзбекстан Республикасы президентінің 2009 жыл 3 августтағы ауылдық жерлерде үй-жай құрылысының көлемін кеңейту үшін қосымша іс-ілажлары хақындағы ПК 1167 санлы қарарын орындау мақсатында 2009 жылы Қарақалпақстан Республикасы архитектура һәм құрылыс комитеті тарапынан район хакимиятларымен бірлікте Қожелі, Қоңырат, Нөкіс, Елікқала, Кегейлі районларында жәмі 100 дана әр түрлі типтегі 3, 4, 5 бөлмелі үлгілі түрдегі тұрақ жайлар құрылысы үшін жер таңланып, һәм оларға белгіленген тәртіпте проект сметалық hüжетлері, барлық ішкі һәм сыртқы коммуникация тармақлары, жолларды алып бару жұмыслары баслап жіберілді. Құрылыс жұмыслары алдын ала белгіленген жобалар бойынша шөлкемлестіріліп, әрбір құрылыс жәмәті өздеріне бекітілген учаскаларда пәдәкерлік пенен минет етті. Бұл тұрақ жайлардың әхмет сонынан ібарат архитекторлар тарапынан жергілікті табиғи шараят, халқымыздың жасау жағдайларынан келіп шыққан халда барлық қолайлықтарға ие етіп құрылмақта. Бөлмелер кең һәм жақтылы, пайдаланып атырған құрылыс материаллары да экологиялық жақтан таза. Имарат ішіндегі интерьерлер заманауи архитектуралық үлгілерге толық жауап береді. Тикарғы құрылыс жұмыстары тамамланғаннан соң ішкі инженерлік монтажлау һәм пардозлау жұмыстары алып барылмақта. Ғаресізлігіміздің шарапаты президентіміздің басламасы менен ауылларымызда құрып біткерілген заманауи үлгідегі тұрақ жайларға жаңадан қоныс басқан бұл шаңарақ иелерінің қуанышлары шексіз. Олар елімізде істеніп атырған әр қандай сауаплы іс халқымыздың абаданшылығы үшін екенлігіне толық сенеді. Бұндай ауылдық жерлердегі әр қилы архитектуралық үлгідегі заманауи тұрақ жай құрылыстары келешекте республикамыздың барлық районларында давам еттіріледі. Бір 1920-30 жылдары Қарақалпақстан аймағында жұмыс алып барған Толстов басшылығындағы Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясы ағзалары Қарақалпақ тарихы, этнографиясы, мәдениеті, тілі һәм әдебиеті бойынша материалдар топлап, оларды үйрене баслады. Бұндай зерттеу жұмыстарын әмелге асыру Қарақалпақстанда арнаулы іліми шөлкемнің ашылуын һәм милли кадрларды іліми зерттеу жұмыстарына тарту зәрүрлігін келтіріп шығарды. 1931 жылы түзілген Қарақалпақстан комплекслі ілім зерттеу институты Өзбекстан ілімлер академиясы құрамындағы әзіргі Қарақалпақстан бөліміне тикар салды. 1939 жылы бұл институт тарих, тіл һәм әдебиет институтына, 1947 жылы Қарақалпақстан экономика һәм мәдениет ілім зерттеу институтына, ал 1957 жылы Қарақалпақ комплекслі ілім зерттеу институтына айландырылды. 1959 жылы осы институт базасында Өзбекстан ілімлер академиясы Қарақалпақстан филиалы шөлкемлестірілді. Филиалдың бірінші басшысы академик Марат Нұрмұхамедов болды. Кейінгі жылдары бұл ілім дәргайын академиклер Сабыр Камалов, Чарджоу Абдиров, Тұрсынбай Ещановлар басқарды.
1992 жылы филиал Қарақалпақстан бөлімі статусын алды. Нүкісте Өзбекстан Ілімдер Академиясының филиалының ашылуы республикада фундаментал іліми зерттеулерді муафиқластыру мүмкіншілігін жаратты. Іліми жұмыстардың тематикасы халық қожалығының дерлік барлық тарауларын өз ішіне қамтыды. Ілімпазларымыз халық һәм ауыл қожалығының барлық тараулары менен бірге істесуді әмелге асыра баслады. Іліми лабораторияларда қолға кіргізілген ілім жетіскенліктері ауыл һәм халық қожалығының барлық тарауларында өз нәтижелерін бермекте. Бүгінгі күнге келіп, бөлімде Нәжім Даухараев атындағы Тіл һәм әдебият институты, тарих, археология һәм этнография институты, Арал бойы социал-экономикалық машқалалары институты, табиат ілімдерінің бірлескен институты, биоэкология институты, сондай-ақ ботаника бағы, үстірт шөл станциясы, халықаралық Мойнақ биостанциясы, Фанум іліми оқу орайының Қарақалпақстан филиалы, фундаментал кітапхана һәм Хабаршы журналының редакциясы, ілім баспасы һәмде 1994 жылдан берлі тарих ілімлерінен кандидатлық диссертацияларын жақлау бойынша қайнегелескен кеңес қызмет көрсетпекте. Бейбаха рухи мирасларымыз болған жазба естеліктерді жинау, оларды іліми айланысқа кіргізу істері бастап жіберілді. Қарақалпақстан тарихы, Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті бойынша академиялық басылымлар жарияланды. 100 томлық Қарақалпақ фольклоры баспаға таярланып, дәстепкі 13 томы баспадан шығарылды. Ғаресіздік жылларында көп қана ілімпазларымыздың ілім тарауындағы педакерлік минетлері мүнәсіп бағаланып, мемлекетіміздің жоғары сыйлықтарына мияссар болды. Археолог ілімпаз Ғайрат Қожаниязовқа еліміздің ең жоғары сыйлығы Өзбекстан қаһарманы атағы берілді. Өзбекстан Республикасы Ілімдер Академиясының Қарақалпақстан бөлімі ярым әсірлік жұмыстары давамында іліми орай сипатында ұзақ һәм жақын сырт елдерге кең танылды. Австралия, ақш, Германия, Құбыла Корея Республикасы, Россия, Қазақстан, Түркия, Түркменстан, Франция, Қытай, Япония, Хиндистан һәм тағы басқа мемлекеттердегі іліми орайлармен бірге істесу жолға қойылды һәм бұл бағдардағы жұмыстар көлемі кем-кемнен кеңейіп бармақта. Өзбекстан Ілімдер Академиясының Қарақалпақстан бөліміне 50 жыл толу мүнәсәбетіне арналған жиналыс байтақтымыздағы Бердағ атындағы мемлекеттік сазлы театрда болып өтті. Жиналысты Өзбекстан Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі директоры Нағмет Айымбетов ашты. Сөзге шыққан ілім қайраткерлері һәм мейманлар бөлімнің 50 жыл ішінде қолға кіргізген табыстарына жоғары баға берді. Ғаресіз еліміздің ілімін рауаждандыруға қосқан үлестері үшін бір қатар ілімпазлар үкіметіміз тарапынан іліми атақлар һәм хүрмет жарлықтарын алуға мияссар болды. Ғаресіздігіміз шарапатыменен тарих бетлеріндегі сырлы өтмішлер қайта ашыла баслады. Бұл жұмыстарды әмелге асыруда тарихшы алымларымыз көп минетлер етпекте. Солардың бірі тарихшы алым Шеріп Бабашев 1930 жылы Мойнақ районының Шуақ ауылында дүнияға келеді. Әкесі фронтқа кеткен жас Шеріп, анасы менен бірге көп қиыншылықтарды басынан кешірді. Ұрыс дәуіріндегі жетіспеушілік, колхоздағы ауыр минет жас Шеріпті тез ержеттірді. Ол анасына қолқанат болуменен бірге оқуға, білім алуға деген ынтаменен жасады. Оны әсіресе халқымыз тарихы, өтміштегі сырлы уақиялар көбірек қызықтыратұғын еді. Ол 1950 жылы Қарақалпақ мемлекеттік
педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Институтты табысты тамамлап, Қоңырат районындағы орта мектепте мұғалім һәм мектеп директорының оқу істері бойынша орынбасары лауазымында жұмыс істейді. 1952-58 жылдары республикалық жастар шөлкемі бөлім бастығы, 1958-61 жылдары облыстық партия комитетінде инструктор қызметін атқарады. Түрлі лауазымдарда істесе де, ол тарихқа деген қызығушылығын асыла жоғалтпады. Шеріп Бабашев бұрынғы аухан дәуіріндегі халқымыздың ауыр тағдырын зерттеуші дәслепкі ілімпаз. Ол орайлық һәм милли қауіпсіздік қызметі архивлерінен репрессия құрбандары хақында көптеген мағлұматлар топлап, олардың тағдирі хақында газета бетлерінде мақалалар, кейін ала кітаплар жазды. Оның бірінші кітабы 2003 жылы Қарақалпақстан Республикасы тарихындағы сияси құрбандар деген атпенен баспадан шықты. Жазықсыз жазаланған репрессия құрбандары деген екінші кітабы 2007 жылы жарық көрді. Бұл екі іліми минет тарихымыздың елі жазылмаған бетлерін тіклеу үшін зәрүрлі дерек болып есептеледі. Бұнда Қарақалпақстан Республикасы бойынша репрессия жылдары жазықсыз жазаланған 5000-нан астам адамдардың аты, фамилиясы көрсетілген. Қарақалпақстанға әр қилы жыллары басшылық еткен Аллаяр Қоразұлы Досназаров, Абу Құдабаев, Көптілеу Нұрмахамедов құсаған жазықсыз репрессия құрбандары тағдыры хақында көптеген мағлұматлар топлады. Шеріп Бабашев сол дәуірде қуғынға ұшыраған ишан ұламалар, Қарақалпақстанның сол уақыттағы белгілі мәдениет қайраткерлері, шайыр һәм жазушылар, ilmi қызметкерлер, олардың үстінен жүргізілген қысым һәм зұлымдықтар туралы көптеген дәйектер топлап, олардың бейгүнә екенін дәлелдеп, ақлап шығарды. Бұл деректер халқымыздың тарихын жазуда, өзлігімізді аңлауда,
үлкен әһмиетке ие мағлұматлар болып есептеледі. Екінші дүниежүзілік ұрыс Қарақалпақстан тарихында халқымыз жүрегінде өзінің ауыр ізлерін қалдырды. Мың-мыңлаған Қарақалпақ перзентлері бұл ұрыстың сауаш майдаларында құрбан болды, яки бидарек жоғалды. Шеріп Бабашев олардың шақсыларын анықлап, ісімлерін мәңгілестіру үшін көплеген минетлер істеді. Олардың ісімлері һәм құрбан болғанлар хақындағы бейбаһа мағлұматлар тарихшы тарапынан түзілген естелік кітабында келтіріп өтіледі. Підәкер ілімпаздың көп жылдар дауымында жинаған материаллары Нөкіс қаласындағы жауынгерлік һәм минет даңқы музейінің тикарын құрады. Шеріп Бабашев екінші жер-жүзілік ұрыс жылдарындағы халқымыздың тарихын дәстепкі зерттеуші ілімпаз болуымен қатар, оның бұл темаға бағышланған минетлері саны һәм сапасы бойынша да хақиқи түрде салмақлы орынды иеледі. Бұрынғы ауқамның қорғану министрлігі, орайлық мемлекетлік һәм партия архивлері деректеріне, фронтлық, республикалық газеталарда жарияланған нұрани ағаларымыздың еске түсірулеріне, үш мүйешлі қатларға сүйене отырып, өлкөміз халықларының фашизмге қарсы сауашта һәм тылда көрсеткен ерліктері айқын сәулеленеді. Сауаш майданында көрсеткен ерліктері үшін 20 жерлесіміздің қаһарман атағын алғанын, 6 азаматтың даңқ орденінің иелері болғаны да оның тынымсыз ізденушілігінің арқасында белгілі болды. Профессор Шеріп Бабашев тарихи зерттеуді іліми жақтан қалыс һәм хадал әмелге асырудың үлгілерін көрсетіп, тарихи ядымызды жаңаландырып, жаңа бұқаралық сана сезімді байытпақта. Милли мәдениятымызды рауаждандыруға үлкен үлес қосып атырған белгілі тарихшы ілімпаз. Оның жазған естеліктер кітабы тәріпледі елге жаны піданы, архивті ақтарып, тарих деп жанып, кәсібіне садық болды мұдамы. Бұл әлемде ілім деген әрқилы, барлығының түп сағасы бір дейді, бұндай ұлы тарихшыны кабаға тап арқалап апарсаң да арзиды.